Кеш жарық Астанада боксшы қыз-жігіттердің іріктеу турнирі басталды. Жігіттер арасында 63,5 келі салмақта соңғы жолдамалық жарысқа кім барады деген сауал тұр. Бүгін алғашқы ширек финалдығы жекпе-жек өтті. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы Ертуған Зейнуллиновтан басым түсіп, жартылай финалға жолдама алды. Ертең Базарбайұлы Жандос Қыдырәлиевпен жұдырықтасады. Ал 50 келі салмақта лицензиялық турнирге қыздар арасында Назым Қызайбай баратын болды. Ол бүгін Алуа Балқыбекованы жеңді. Президенттің ел өңірлерінде бұқаралық спортты дамыту туралы тапсырмасына сәйкес Қонаев қаласында теннис орталығы ашылды. Мұнда жастар үстел теннисі, үлкен теннис және бильярд спорты бойынша жаттығу жасап, түрлі жарыстарға дайындала алады. Дене тәрбиесі денсаулық кепілі дейміз, алайда жергілікті тұрғындарға спортпен, соның ішінде тенниспен күнделікті шұғылдануға мүмкіндік аз еді. Енді спорт жанашырларының қолдауымен салынған бұл кешенде тек қана жастар емес, ересектер де кез келген уақытта келіп өздерінің сүйікті спортымен шұғылдана алады.